Сәлем достар, дәл қазіргі уақытта хит болып жатқан еттен жасалған рулетті сіздерге жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Бізге 500 грамм қатпарлы қамыр керек, 1 штук пияз, президент сыры керек 5 штук, сиыр етінен жасалған фарш менде 400 грамм, жұмыртқаның сарысы 1 штук керек, бетіне жаққанға қажет, дәміне қарай тұз, қара бұрыш керек. Бірінші біз пиязды майдалап турап аламыз. Сковородкада азғантай сұйық май құйып, сарғайғанша қуырамыз. Үстіне фаршты салып, жай отта қуырып аламыз. Фаршты қуырып жатқан кезде тұзды салмаймыз, өйткені фарштың суы кетіп қалады. Дайын болған фаршымызды суытып қоямыз. Енді қатпарлы қамырды жаямыз. Үстіне суыған фаршты салып, оның үстіне сырды кезекпен осылай қойып шығамыз. Енді екі жағын жақсылап жабамыз. Осылай қайырып жабу керек, әйтпесе фарштың пісіп жатқан кезде майы еріп ағып кетуі мүмкін. Дайындап алған рулеттің үстіне жұмыртқаның сарысын бір келкетіп жағып, духовкаға қоямыз. Духовка алдын ала қызып тұрған болу керек. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Рулетіміз пісті. Дәмі өте жақсы болып шығады. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.